Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгін мен сіздерге бар жоғы 30 минутта дайын болатын өте оңай печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрамына керек ингредиенттер: алдымен бір жұмыртқаны жарып, үстінен бір үлкен қасық қантымызды саламыз. Сосын 60 мг сұйық майымызды құйып, массамызды венчикпен бір қалыпты араластырамыз. 100 мг кефирімізді құйып, тағы да массамызды араластырамыз. Алдымен 250 г ұнымыздың үстіне бір шай қасық қопсытқышты салып, електен өткізіп аламыз. Алдымен осылай венчиктің көмегімен массамызды араластырып аламыз. Сосын қолымыздың көмегімен илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Қолымызбен осылай жақсылап илеп алып, сосын бірдесен жаямыз. Қамырымыз оқтауға жабыспас үшін бірінші үстінен қантымызды сеуіп аламыз. Қамырымызды жайып болдық, қалыңдығы 1 см болу керек. Сосын үстінен қантымызды сеуіп, қолымызбен дұрыстап барлық жеріне жеткіземіз. Сосын өзіміздің қалауымызша формада кесеміз. Кесіп дайындап болдық. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Өте оңай, әрі көп ингредиентті қажет етпейді. Дәмі өте керемет. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.